Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Нағыз әже қайда» әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау және әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуына сипаттау. Балалар, «Нағыз әже қайда» әңгімесінің авторы Нұрдәулет Ақыш. Жазушы 1950 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауылында өмірге келген. Жалпы балалар, сіздерге бұл шығарманың тақырыбы мен идеясын сабақтың мақсатына қарай анықтап алмас бұрын, мына суреттерді назарларыңа ұсынып отырмын. Көріп отырғандарыңыздай, суретте қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев берілген. Биылғы жылы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толып отыр. Және соған сәйкес, міне Абайдың жас кезіндегі әжесі мен отырған бейнесі. Абайдың әжесі кім, балалар? Абайдың әжесінің аты кім? Әрине, әжесінің аты Зере. Дәл сол секілді келесі суретте қазақтың тұңғыш ағартушы ғалымы Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлихановты да барлықтарыңыз білесіздер. Шоқанды тәрбиелеген, Шоқанды осындай жетістіктерге жетелеген, білім нәрімен сусындатқан кім деп ойлайсыңдар, балалар? Тағы да оның әжесі. Шоқанның әжесінің аты Айғаным. Яғни балалар, қазақ даласында біздің ұлы тұлғаларымызды тәрбиелеуге өз септігін тигізген аналардың қатарында үнемі әже деген құрметті атақтың мәртебесі әрдайым жоғары жүреді. Сондықтан мен нағыз әже қайда десем, нағыз әже Зерені, нағыз әже Айғанымды айтар едім. Бүгінгі Нұрдәулет Ақышевтың «Нағыз әже қайда» шығармасындағы кейіпкерлермен таныстырып өтейін. Бірінші кейіпкеріміздің аты Азат. Азаттың жолдасы, жары Балқыз. Одан Азаттың екі қызы бар. Оның біреуінің аты Райхан, екіншісінің аты Ая. Екеуі де балабақшаға барады. Райхан 5 жаста, Ая 3 жасар. Одан кейінгі кейіпкер Ажар. Ол Азаттың жолдасының қызы, грантқа оқып түсіп жатқан студент. Одан кейінгі кейіпкеріміз Заманауи әже. Азаттың досы, жолдастың анасы, яғни Ажардың әжесі. Осы кейіпкерлер арқылы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайтын боламыз. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтамас бұрын қысқаша мазмұнына айтып өтетін болсам, жаңағы айтып отырған Азат екі қызына үнемі ертегі айтып береді екен. Райхан мен Ая ертегіге қатты үйренгендіктен әкелерін қатты мазалайды. Сол тұрғыда әкесі балаларына ертегіні әжелер айтады деп қояды. Әже деген кім деген сұраққа Азат сол замандағы әжелерді атай алмайды. Себебі өзінің анасы, әжесі өмірден өтіп кеткен. Жолдасының, яғни жарының да әжесі ауыл жақта кішкене ауырады. Енді екі қызына әже деп көрсететіндей, әженің статусына сай келетін адамды таба алмайды. Көшедегі қарияларды көрсетейін десе, олардың түр болмысы келмейді. Яғни Азат өзінің өткен шағындағы әже бейнесін аңсайды. Ал қыздары болса, үнемі әкелерінен әже деген кім, әже деген қандай деп сұрай береді. Сондықтан балаларына әже образын таныту мақсатында Азат пен оның жары жора жолдастарының арасынан
нағыз әжені іздей бастайды. Балалар, сендерге шығарманы толық айтуға уақыт аз. Сіздер шығарманы үйде толық өздеріңіз оқып аласыздар. Бірақ мен мына жерде Азаттың ойын беріп отырмын. Шығармадағы әже образы. Бұл жерде Азаттың ойы берілген. Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақи кейіптегі кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым әже деген жарықтықтың анау-мынау қарапайым адам емес, былайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер шын көңілмен сезінсін, оларды не үшін құрметтеу керек екенін білсін деген ниет. Бір-екі рет басына жаулық салған мәсілі қариялар көшеде де ұшырасты. Әже деген міне осындай болады деп жол жөнекей асығыс көрсеткеніме екі қыздың көңілі көнши қойған жоқ. Олардың ұғымындағы әже бейнесі менің сипаттауым бойынша әлде қайда биігірек болатын. Әже сендер сияқты балалардың папалары мен мамаларын өсірген кісі дейтінмін өзімнің олақтау тіліммен. Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ, жұрттың бәрімен қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұршық үйіріп отырады. Сонымен балалар, осы үзінділерден кейін сіздер нағыз әже бейнесіне қалай ассоциация жасар едіңіздер? Нағыз әже бейнесі біріншіден ол мәнді де мағыналы ертегі айта алатын әже. Балалар, сіздердің әжелеріңіз ертегі айта ала ма? Келесі әженің бейнесі иман жүзді қария. Яғни бұндай иман жүзді қариялардың аузында Алласы бар, үнемі балаларына тілекші болып, олардың амандығын тілеп отырады. Келесі нағыз әже басына кимешек, шылауыш киеді. Балалар, ауылға барғандарың ата-аналарыңызға қарайтын болсақ, басында кимешегі болмаса шылауыш киеді және ақ жаулық жамылып жүретін әжелер. Төртінші әженің бейнесі үні де, қолы да, көз қарасы да жұмсақ. Ауылда болатындардың көпшілігі осындай әжелерді біледі балалар. Әженің айналайынына, әженің қолынан шыққан құртқа, әженің қалтасынан шыққан кәмпитке жететін ештеңе жоқ. Әженің қолы қашанда шапағатқа толы. Келесі нағыз әженің бейнесі мейірімді де ақылды. Әрбір әже ертөстік жырын, қобланды батыр жырын, алпамыс батыр жырын, тағы басқа қисса дастандарды біздер үнемі әжелердің айтқаны арқылы білеміз. Балалар, бүгінгі сабақта біз нағыз әже қайда шығармасының тақырыбы мен идеясын аштық. Идеясы, яғни бүгінгі қоғамдағы 21 ғасырдағы әжені іздеу мақсатындағы Азаттың қыздарына түсіндіруі. Бірақ олар шынайы өмірде нағыз әжені таба ма, таппайды ма? Сол жөнінде келесі сабақта білетін боламыз, талдайтын боламыз. Және де шығарманың тақырыбы да нағыз әже қайда деп қойылуының себебі Азаттың мына ғасырда сондай әженің бейнесін жоғалтып алғанымызға деген өкінішінен туындап отыр. Балалар, мен сіздерге мынандай үй жұмысын бермекшімін. Әңгімені, яғни шығарманы толық оқисыздар және YouTube желісінен болсын, басқа да желілер болсын, асыл әже
деген клипті тауып, сол асыл әже клипіне сүйене отырып, осы тақырыпта шағын эссе жазасыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.